Ассалаумағалейкум. Мына жүзім былтыр 2024-тің көктемінде егілді. Мына жерден бір ғана бұржық өсті. Енді биыл 2025-те гүлдеп жатыр. Жеміс бергісі келіп тұр, міне. Он шақты жерден гүл ашып тұр. Бұның бәрін қалдырмаймыз, арасынан жұлып тастаймыз бәрін, себебі бұл жүзім әлі жас. Не осылай. Тағы бір жүзім бар, Купидон деген. Ол мына жерде. Бұл Купидон деген жүзім, бұл да былтыр егілді. Бұл да сигналіне жеміс беріп жатыр. Бұда да бір 10 шақты гүл бар. Мына бір жерде тіпті екеу екен. Бұл да биыл екінші жыл уже. Қазір мына жақта және жүзім бар. Кешмеш Арарат жүзімі. Бұған да екінші жыл, былтыр 2024-тің көктемде егілді. Бұның жемісі аздау сияқты. Шамалы бар. Бұл да жақсы өсіп жатыр. Тағы бір сорт бар, қазір көрсетемін мұнда. Мына жүзім де былтыр егілді. Биыл 2025. Бұның сорты Капил Луни дейтін. Халықтың арасында аватар деп атайды. Бұл бірақ жемісті өте аз беріп жатыр. Қазір видеода міне мына жерден азғантай сигналіне берейін деп тұр. Биыл тексеріп көреміз. Осылай.